процессуалдық кодексінің 223, 226 баптарын басшыға қарау отырып сот шешімі. Талап қылушы с этим таким жауапкершілігін норманы ұтайдағы баланы тұрғылықты жерін анықтау қанағаттандырылсын. Шешім тектілік нысанында шығарылғаннан бастап, бір айдың ішінде шағымдануды немесе өртетіп құқықтарыңыз бар. Төрағалық етуші судья Фарида Бабақожаевич болады. Құтты болсын. Шешім. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, сіздермен бірге Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Естеріңізде болса, кішкентай жасөспірім біздің арнамыздан көмек сұрап, өзінің әкесінің қасында қалғысы келетінін айтқан болатын. Жоқ, қалай көреді енді? Бұл адам ғой. Міне, комиссиялар ешқандай бала үшін ешқандай әрекет жасақ деп отыр. Және де Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы бұл істің басынан бастап соңына дейін өзінің бақылауында ұстады. Сотқа да қатысқымыз келді, алайда сот жабық түрде өткендіктен бізді қатыстырған жоқ. Және де осы істің нақты шешімі бүгін шыққан болатын. Және де осы істің басы қасында жүрген заңгер адвокат Тілеужан Кішкенебаев мырзадан осы істің шешімі туралы біле кетейік. Рахмет, жаңа сот өзінің шешімін жариялады. Бұл іс енді біраз уақытқа дейін созылды, себебі бала дауы деген өте қиын жағдай. Енді анасы бір жағынан, әкесі. Енді бұл жерде біздің мақсатымыз баланы бір анасынан айыру немесе әкеден баланы айыру деген сияқты емес. Біздің мақсатымыз баланың мүддесі үшін. Баланың арманы, мақсаты, не тілегі бар. Яғни баланың бар мақсаты әкесінің қасында кішкентайынан әкесінің қасында жатып, әкесінің қасында өскеннен кейін оның арманы әкесімен бірге болу болатын. Біз сол баланың бұған дейін де ол анасының қасында болған, бірақ бірнеше жыл анасы қасында тұрып, әбден әкесін сағынып, әкесінің қасына қайта ауса алдында Семей жақтың, Өскемен жақтың соты қараған кезде баланы анасымен бірге қалдырған екен. Бірақ өкінішке орай ол бірнеше жыл өткен, сосын анасы ол баланы жаңағы Өскеменде ата-анасын тастап өзі Алматыға кетіп қалғаннан кейін балалар сағынып, анасы жоқ, әкесі жоқ, жылап еңірегеннен кейін оны анасы Алматыға алдырған. Бірақ Алматыға келе салысымен бала қайта әкесіне қарай қашып, әкесіне барам деп, оның Кітай кезінде өскен жері, ол Кітай кезінде бірінші алғашқы мектеп табалдырығын аттаған жері бар, оқыған жері бар, достары бар дегендей, әжесі бар, оның кішкентайынан өзінің бауырына басқан. Соның қасына барғысы келеді, әкесінің қасына барғысы келетін болып, бірнеше рет анасынан сұранған, бірақ анасының тарапынан бас тартылған баланы жіберуге. Содан кейін бала қашып кеткен. Сөйтіп қашып осы әкесіне келген. Сөйтіп бір-екі рет қаша бергеннен кейін жаздық каникулдың кезінде анасынан баланы, анасының өзі де келісіп, баланы әкесіне қалдырған. Бірақ кейіннен оқудың уақыты басталған кезде бала өзінің кішкентай кезінде оқыған мектебіне барғысы келетін, әкесінің қасында болғысы келетін, мен анасымен онша тұрғысы келмейтіндігін көрсеткен. Бірақ оған анасы қарсылық білдіріп баланы өзімен бірге қасында болатын, солай талап қойған. Бірақ оған бала көнбей қайта қаша бергеннен кейін біз баланың бірдеңе арандап қалмасын, бірдеңе ұшырап қалмасын деген оймен баланы тұрғылықты жерін әкесімен бірге анықтауды керек деген ойға келіп, бала үшін керек болғаннан кейін амал жоқ, біз сотқа жүгіндік. Енді осы істі мына Алматы қаласының кәмелет жасқа толмағандар істер жөніндегі мамандандырылған соты қарап, ол жерде істі қараған Болат қызы бірнеше айдан бері осы істі қарап, жан-жақты объективіне тексеріп, сарапшылардың сараптама тағайындауға әрекет жасады, бірақ өкінішке орай сарапшылардың болмауына байланысты баланың тікелей өзінің пікірін, енді бұл бала оннан асқан бала, сондықтан оның пікірі маңызды, сол пікірін тыңдасақ та жеткілікті деген қорытындыға келіп, және де оған екінші тараптың да қорғаушылары қарсылық білдірмегендіктен біз істі әрі қарай қарап баланың пікірін тыңдадық. Яғни баланың өзінің пікірі осы әкесімен бірге тұрғысы келетін, жаңағы бар ойын сол әкесі екенін айтқан болатын. Осыған байланысты сот баланың мнениесін ескерді, баланың әңгімесін тыңдады толығымен. Содан кейін сот бүгін өзінің шешім жариялады. Шешім бойынша баланың тұрғылықты жері сол өзінің баланың арманы, баланың қалауы әкесі болғандықтан сол әкесімен тұруға шешім қабылдады. Егер де кейіннен ол бала әкесінің қасында тұрып жүріп, кейін қайтадан анасының қасына барам дейтін болса, ешқандай кедергі жоқ. Ол әкесі қазірден де айтып отыр, бала егер анасына барам десе мен қарсы емеспін, бала қалауы қалай солай бола берсін деп отыр. Бірақ баланың қалауы әкесі болғандықтан, ол әкесінен бөлек әжесіне де әбден бауыр басқан, өткен Кітай туа салысымен сол баланы баққан әжесі екен. Сондықтан ол әжесінің қасына бір ел кетпейді. Қазір мектепте қалада оқиды, 2 сағат әрі барады,
барады, 2 сағат бері келеді. Сол мектепке қатынап жүргеннің бәрінде әжесі апарады, сабағын оқып біткенше сол жерде күтіп отырады, сосын қайтадан 2 сағат бері қарай алып келеді. Яғни күнін, целый күнін әжесі сол баласының немересіне арнап отыр. Сөйтіп қазір бала кішкене қиналып кетті, алыстан қатынағасын. Енді міне соттың шешімі шығып баланы тұрғылықты жері әкесімен болғандықтан балада мүмкіншілік қазір пайда болып жатыр. Яғни өзінің тұрғылықты жері, жаңағыдай өзінің әкесімен тұрған жеріндегі бұрынғы алғашқы мектепке барған жеріне қайта баруға мүмкіншілік қайтадан пайда болды. Баланың да қалауы солай еді, сол қалауын сот орындады. Сондықтан енді біз өзіміздің тарапымыздан мына істі қараған судья Болатқызы Саиданың шешім өте орынды, жан-жақты, объективный шығарылған деп санаймыз. Өйткені сотта бұл жерде баланың мүддесіне қарай жұмыс жасап отыр. Өйткені баланың қалауы солғаннан кейін сотта баланың қалауын орындап отыр. Сондықтан өзіміздің тарапымыздан сотқа ризашылығымызды білдіреміз. Кәсібіне жасап жатқан мына қызметіне сәттілік тілейміз. Осындай халықтың, елдің ықыласына бөленіп, осындай әділ шешімдерін шығара берсін деп айтқым келеді. Сондықтан аман болыңыздар. Енді бұл жаңағы шешім шығарылған шешім, бұл мәңгілік шешім емес. Бала 2 айдан кейін, 3 айдан кейін ойын өзгертіп, мен қайттан анаммен болғым келеді десе, қайттан сотқа беріп, сот қайттан қарап, ол кезде анасына қалдыруы мүмкін деген сияқты ондай шектеулер заң бойынша шектелмеген. Өйткені балаға қатысты дауларға сотқа бірнеше рет қайта-қайта жүгінуге ондай шектеулер жоқ. Сондықтан жаңағы мына кейбір оқырмандар дұрыс түсінбей қалмау керек. Бұл жерде баланың қалауы қай уақытқа дейін әкесімен тұра береді. Егер баланың қалауы кейіннен анасына қарай барғысы келетін болса, қайтадан сотқа беріп, қайтадан анасына қарай баруға болады. Онда ешқандай кедергі жоқ. Сондықтан барша осы біздің балаға қатысты дауды қарап жатқан кезде қолдау көрсеткен, біздің осы істің тілеуін тілеп, балаға жанашырлық көрсеткен барша оқырмандарға өзіміздің алғысын білдіреміз. Бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Әрқашанда осындай әділ шешімдер көп болсын деп айтқым келеді. Аман болыңыздар. Арнайы сіздермен бірге болған Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы, арнайы репортаж жүргізген тілші Абай Мажитов.